Мұхаммед хиджаб туралы айтқан кезде айттыңыз ғой, оның өтіріктері бар айтқан деп. Қарап іздендім, мен ондай қатты разоблачение ондай тапқан жоқпын. В целом без негатива айтып отқаным ғой. Бол енді сен бірдеңе айтамын деп едің ғой, айт сол хиджабтан естіген нәрселерін. Иә, біздер енді ислами тұрғыда біз дейтін оған конкретно қарсы тұрған атеист көрген жоқпыз ғой әлі, сондықтан ешкім оны пока жеңген жоқ. Қарсы тұрған атеист болатында енді сен оның несіне қарсы тұра алмапты, қарсы бірдеңе айту керек шығар ол. Идеологиясы Құдайдың бар деген. Құдайдың бар екеніне қандай аргумент айтады ол? Біздер мысалы плюрализм дегенді білесіз ғой да, мысалы Құдайдың бар екеніне қандай аргумент айтады ол? Мен қазір жеткізе алмаймын ғой сізге. Демек өзің түсінбегенсің оны. Біздер мысалы общий контрастты қарап отқан кезде ютубтан общий контраст емес, сенікі просто мен жақта кім, сенікі былай ғой, екеуі сөйлесіп жатады да, сен не айтып жатқанына қарамайсың, кім бір жақта дейсің, сосын анау дейді, сол жаққа қарап балет етіп отыра бересің, не айтып жатқаның маңызды емес саған. Жақсы, осылай түсіндіңіз. Жақсы, осылай түсіндіңіз. Енді мен айтайын. Осылай түсіндіңіз емес, по факту солай ғой, әйтпесе сен бір аргумент болсын айта алатын едің ғой. Енді мысалы ол кісінің аргументін алып қалсам, атеисттің любой бір аргументін алып қалу керекпін ғой, хотя бы мынау былай дейді тұр ғой. Сонда не тыңдадың сен диспутта сонда? Не үшін тыңдадың ол диспутты ештеңе алмасаң? Вот именно мен дымды алған жоқпын атеисттің, хотя бірдеңе іліп алайын ба деп ойлап едім. Жоқ, мұсылманнан да ештеңе алып тұрған жоқсың ғой, айт десем. Енді жеңілді деп айта алмайсың ғой оны. Енді мұсылман не айтқанын айтсақ, хотя бы мынау былай деп атыр деп бір жағының сөзін хотя бы айтсайшы. Сен извечный деген нәрсені сіздер дейтін дұрыс. Просто қарап сурет ауысқанын қарап отырдың ба или хиджабқа любоваться етіп отырдың ба? Әдеп еттіңіз. Извечный деген нәрсені мысалы сіздер сенбей тұрсыздар ғой, бесконечный шегі жоқ деген нәрсеге. Не қыл дейді? Шегі жоқ деген нәрсеге. Шегі жоқ, құдіреті шексіз деген нәрсеге сіздер. Шексіз құдіреттің бейнесі бар ма, көрінісі бар ма? Бұл көрініс кеңістікке кіретін болса, оның кеңістіктен ада ғой құдай деп. Шексіз құдірет деген түсінікті қаяқтан шығардыңдар жалпы? Біреуде сондай құдірет бар дегенді қаяқтан шығардыңдар? Оны біз алып келген нәрседен сіздер оны қабылдамайсыздар ғой. Зачем оны айтып? Қаяқтан шығардыңдар енді? Енді қазір біз оны алып келсек, сіз оны қабылдамайсыз ғой қаяқтан шығарсақ та. Мен түсінгенім жалпы сенімен емес, хиджабпен сөйлесу керек болып тұр ғой онда. Сен өзің дініңе қатысты ешқандай аргументің жоқ қой, солай ма? Өзің Құдайыңа қатысты. Шексіздік, құдіреті шексіз болған нәрсе, ол кеңістікке кірмейді, ол көрсете аласың ба, әкеле аласың ба? Құдіреті шексіз нәрсе бар деген түсінікті қайдан шығардың деймін де жалпы. Вот именно, сен жоқ деген шығара алған жоқсыңдар ғой? Енді айналаңа қарасаң, шексіз құдіреттің ешқандай көрінісі жоқ қой айналаңда? Айналаңа қарасаң, айдалада жатқан кезде үйді көріп қалсаң, үйді біреу салған уже көзіңе дәлел ғой соның. Енді жер саған үй ма не, ғалам саған үй ма не? Ғалам, вот именно соны шексіз құдірет шексіз жаратты ғой, значит. Логично уже, чисто логикамен келеді. Мысалы, мен саған мынандай нәрсе айтайыншы, сен сонда бір нәрсе, даже былай допускать еткеннің өзінде, сенің әлемді жасады деп алатын болсаң, әлемнің басында әлем простой болды ма, күрделі болды ма? Мен оны айта алмайды екенмін сөзінде. Ғылым бойынша ол өте простой нәрсе болды. Қазіргі дүниелер өте тығыз бір нүктедегі күй болды деп айтады, әлем не бойы физика бойынша. Ол жерде мына үй тұрмақ сенің нелеріңде жоқ, мына металдарда жоқ, ауыр металдарда жоқ. Ол жерде шексіз құдіреттің де қажеті жоқ. Сендер бір қиялдан алғасыңдар оны. Енді сол большой взрывтың артында да бірдеңе тұр ғой, сіздер оны сонда артында не тұрғанын сен де білмейсің, біз де білмейміз да. Оған сенбеуге біздің хақымыз бар, сенуге сенің хақың бар, бірақ сен утверждать етуге сенің хақың жоқ қой. Ал енді ойлап қараңыз, соны сенбеуге хақыңыз бар бола тұра, бүткіл өміріңізді соған құрбан ете саласыз ба сенбеуге? Мен неме нәрсеге өмірімді құрбан етіп жатырмын. Сендер сияқты біреудің артынан еріп, мен өмірім құрбан болатындай, сендер сияқты біреудің артынан еріп, біреулер сызып берген өмірдің ережесімен сүріп, сосын жаңағындай 5 уақыт оқыды деп жоқ Құдайға өзім табынып жүрмін ба, сендер сияқты. Сүйікті есім деп, Құдайдың сүйікті есімдері арабтың есімдері екен деп, балама арабтың атын қойып жүрмін ба? Құдайдың сүйікті тілі араб тілі екен деп, арабша үйреніп жүрмін ба мен қазір? Жақсы, соңғысын айтып жіберейінші. Осы сенбеген нәрсеңіз үшін өміріңізді құрбан ете аласыз ба? Қараңызшы, ол шынымен де бар ғой. Сенбеген нәрсең үшін өміріңді құрбан ету деген не ол? Мысалы, оның артында бар деп, бірақ шын көрген жоқсың, бірақ жоқ дедің да, шынымен де бар болып қалса өміріңді құрбан ете аласыз ба? Дін үшін, Құдай үшін өз өмірін құрбан етуге дайын деген ол террористік болып тұр ғой, былай айтқанда. Сен соны айтып тұрсың ба? Енді өз-өзіңді құрбан ету, өз-өзіңді
құртып алу ол өзіңнің ғана қатеңнен болады ғой. А если бүткіл адам саған бар деп тұрып ол жерде жоқ деп айтасың да на самом деле бар болып қалса сен дайынсың ба өз өміріңді құрбан ете салуға соған? Сендер айтыпсыңдар ғой большой өзгерістің ар жағындасын дәлелдей. Енді мен саған былай деп айтамын да, сенің осы сендерге таңғаламын. Сенің вариантыңда большой взрывтың артында Алладан басқа Құдай жоқ деп ойлайсың ба? Енді дәлелмен алып келсек Алла бар болса ше дәлелмен әкелсе. Жоқ, қара, егер мүмкін деген вариантты алатын болсаң, Алла емес басқа құдайлар болуы да мүмкін ғой. Иә. Аха, енді сен сол құдайларға жағу үшін ештеңе істемей, бір Аллаға жағып, ертең өкім қылмайсың ба? Ал логиканы қосып ізденсең, қайсысы екенін біліп алсаңшы Құдайдың. Сен оның логиканы қалай қосасың, ол жақ туралы білімің жоқ ешқандай. Вот именно сен ана келген нәрселерді бәрін қарайсың ғой, зерттейсің, ізденесің. Тұра тұр. Сенде үлкен жарылыстың ар жағы туралы ешқандай білім жоқ. Иә. Сен ол жерге ештеңе жүгірте алмайсың, сен мүмкін дегенмен ғана отырсың. Демек, мүмкіннің ішінде барлық құдайлар бар. Сен сол құдайларға неге дайындалмайсың? Вот именно сен уже дальше бар дегенге кірдің. Все, болды емес па? Бар дегенге кіргеннен кейін ізденесің, қайсысы құдай, жоқ, дұрыс қой. Тоқта. Егер сен бір позицияны алатын болсаң, сол позицияға дайындалу керек деп есептесең, мен сенің құдайыңа дайындалуым керек болсам, сен басқалардың құдайларына дайындалуың керек қой. Иә. Дайындалып жүрсің ба? Мен басында айтып кеттім ғой сізге, диспуттың басында айтып кеттім. Мен көріп отырмын, именно исламның ғұламалары немесе диспуттағы ана нелерін, апологеттерін ешкім жеңе алмай жатқан. Вот оның саған апологеттердің не қатысы бар? Апологеттер құдай емес қой. Алдын айттым ғой мен сізге, большой взрыв. Мысалы қара, ертең саған апологеттер, мына өмірде ешқандай апологеттері жоқ құдай арғы жақта шығатын болса, не істейсің сен? Қалай қайталаңызшы, естімей алдым. Мына өмірде сен анау хиджаб сияқты апологеттері жоқ бір діннің құдайы арғы жақтан шығатын болса, не істейсің? Ол құдай не үшін мына жаққа қарай өзінің белгісін жібермеді? Ал мә, пожалуйста. Жіберуге мұқтаж емес ол. Неге мұқтаж емес? Сенің құдайың жіберген бе, получается, белгісін? Жібермеген ба не енді? Қарасаңызшы енді. Бір белгісін айт. Бүткіл дін ислам, міне. Христиандықта ислам. Бүткіл келатқан Тора, Мора, бәрі. Просто адастырып алып кетті ғұламалар өздерінің. Олар олай ойламайды ғой. Ой, енді и так-то олай ойламайды ғой, свобода выбора. Пожалуйста. Сен де басқаша ойлап тұрсың олай айтсаң. Сонда олар да тура сенің дінің сияқты солай ойлайды олар. Иә. Мысалы олар христиандар, юдейлер айтады, ислам бізден көшіріп алған деп айтады мысалы. Ислам деп христиандар өздерін андай бір христианбыз деп айта алмайды. По факту олар бұрынғы ислам кәдімгі баяғыдан жатқан пайғамбарлардан жіберіп жатқан бір құдайлық қой. Дұрыс қой, бір құдайлық оларда. Иә, Мусаның ар жағында да Муса негізі 600 жыл бойы бір құдайлық айтып христиандар тұрды, 3 құдай. Бір құдай болғанда ол сендердің құдайларың емес қой? Қайдан білесіздер? Сіздер ар жағын көрген жоқсыздар ғой, может сол шығарсыз. Сіз сол болғанға өзіңіздің өміріңізді құрбан етесіз ба, сол емес дегенге? Жақсы, Мусаның құдайы сенің құдайың, дұрыс па? Пайғамбарлардың құдайлары біздің бір құдайлық. Иә, бірақ ол дінді, сол жаңағы пайғамбарыңмен келген дінді ұстанушылар сендерді мойындамайды да ғой вообще? Енді өмір емес па, это лайф, адасу болады, адастырушы бар. Мүмкін сенде мынандай бар ма? Мүмкін мен адасушымын шығар деген. Конечно бар, сол үшін қарап жүрген жоқпыз ба ютубты, кім жеңеді, қалай жеңіледі, қай жерде жеңіледі, ақылға қонымды ма, оның факторлары. Енді қара. Атеистікі болса, біз айтамыз, атеистікі мойындаймыз. Тұра тұр сонда. Сен әлі исламға кірмеген бала екенсің онда? Біздер кіріп алғаннан кейін дальше ізденіп отырық қой, сол үшін оппа мына жерде сен исламға кірген жоқсың. Сен исламға кірсең айтатын едің, менің қателесуім мүмкін емес деп. Мен айтатын едім сөйтіп, андай. Иә, сен әлі исламға кірген жоқсың. Иә, сен әлі исламға кірген жоқсың онда. Иә. Біздер әлі басында мұсылман о деген әрпі жоқ, біздер әлі білім жоқ. Иә, дұрыс. Сенде әлі енді сен ойлан. Енді сен жалпы құдай деген бір түсінікті алды, сол исламға кірмей тұрып бір құдай деген түсінікті сипатташы, сен үшін құдай деген не? Құдай деген күллі әлем, кеңістік, барлығын, мейірім мен сезімнің барлығын қосып. Мейірім, сезім деген сөзді қоспа, күллі әлем мен кеңістікті алдың ғой? Күллі әлем мен кеңістікте мейірімнің мысалы бар ма не?
күллі әлем жаратқаннан кейін ішінде енді жануарлар тағы бірдеңе деген әрқайсысының сезім мүшелері дегендер ғой. Жоқ, сен мейірім дегенді қосатын болсаң, ол мейірімнің анықтамасын айт, мейірімнің мысалдарын айт. Мейірімнің мысалы біздер адамның несімен, адамның мерасымен айтып бере алмаймыз. Құдайдың мейірімі басқаша. Иә, Құдайдың сен демек өзің білмейтін. Алла тағала мейірімімен егер сен Алланың мейірімі қандай екенін білмейтін болсаң, онда ол мейірім бар деп неге айтып отырсың? Сен білмейсің да оның сипатын. Біз енді ізденіп біліп көргенімізді айтамыз ғой, тек қана дальше может. Жоқ, сен іздене алмайсың ғой, Құдайдың мейірімін түсіне алмайсың ғой сен. Вот именно, оны түсіне алмағандығымызда ғой бүткіл мәні. Енді түсіне алмасаң неге бар деп айтасың? Ал жоқ деп те айта алмайсың. Жоқ, сен өзің сипатын білмейтін нәрсені бар деп айтып тұрсың ба сонда? Сипаты сенің жүрегіңе, сенің біліміңе сыймайтын болса, не істейсің сен оны? Дұрыс қой, демек сен сипатын білмейсің ғой. Енді оны сыйдыра алмайтын болса, не істейді адам? Алла тағала. Сипатын білесің ба, білмейсің ба? Алланың өзінің сипаттары және оның мейірімі. Жоқ, мейірім деген, Құдайдың мейірімі деген нәрсенің сипатын білесің ба? Жақсы. Bir баланы рак қылып ауыртса, Алла тағала мейірімді ме? Құдайдың мейірімінің сипатын білесің? Секіре бермей жауап берші. Құдайдың мейірімінің сипатын білесің ба, жоқ па? Білмеймін. Білмейсің. Сен сипатын білмеген нәрсені бар екенін қалай анықтайсың? Ол менің түсінің кеңістігімнен сыртта болуы мүмкін. Дұрыс. Сен өзің мен мысалы алманың бар екенін білуім үшін мен алманың сипатын білуім керек. Егер мен алма деген нәрсенің жалпы сипатын білмесем, мен оны бар деп айта алмаймын, өйткені не нәрсенің алма екенін мен білмеймін. Тура сол сияқты сен Құдайдың мейірімінің сипатын білмесең, сен оны бар деп айта алмайсың, өйткені қандай нәрсенің көрінісін Құдайдың мейірімі деп айтуды сен білмейсің оны. Ар жағында мынаған қайтсаң да болады ғой, Құдайдың бар екендігіне қайтсаң болады ғой. Дальше уже сипат. Вот соны айттым ғой мен саған, Құдайдың бар екеніне қарай айта бер нәрселеріңді. Бірақ мейірім анау деген әңгімеңді қоспа деп жатырмын соған. Не үшін мейірімді қоспайсың? Өйткені мейірім дейтін жоқ деп айта алмайсыңдар ғой. Енді мен саған қайтадан түсіндіремін. Сен сипатын білмейтін нәрсенің бар екенін қалай айтасың? Түсініп тұрсың ба өзің не айтып жатқаныңды? Мысалы, қаһар деген болады, мейірім деген болады. Бірақ біз бір жерге топан су басып жатса, қаһар деп айта алмаймыз оны. Оның сипатын білмейсің. Сен айтып тұрсың, мен қандай мейірім дегеннің көрінісі қандай екенін мен басым жетпейді деп тұрсың. Демек сен білмейсің. Сен айналаңда болып жатқан қайсы нәрсенің Құдайдың мейірімі екенін айта алмайсың. Сенде информация жоқ. Иә, енді жоқ дегені Алланың жоқ деген емес қой, енді логично ғой, қарасаңшы. Мен саған Құдайға қатысты емес, сен Құдайға мейірім деген сипатты қоспа деп тұрмын. Түсіндің ба? Өйткені қоссам андай болып кетеді ғой. Жақсы, енді сен Құдай деген сенің түсінігіңде не? Соны айт енді қайтадан. Құдай жоқтан бар етуші және күллі әлемді жаратушы. Жоқтан бар етуші дегеніңе тоқталайық. Жоқтан бар болу деген оқиғаның мына ғаламда болғандығына сенде мысал бар ма? Сол жаңа неге қайтамыз ғой қайтадан, анау большой взрывқа. Большой взрывтың алдында ештеңе жоқ болды деп саған біреу айтты ма? Бар болды деген бар ма не? Жоқ болды деп бір нәрсе айтты ма саған біреу? Кеңістік болмады. Болды ғой, сол кеңістіктің ішіне кіріп кетті ғой большой взрыв. Жоқ, кеңістік болмаған болса, бәрібір бір нәрсе бар ма ол жерде? Ештеңе жоқ болса, ештеңе жоқ онда. Ештеңе жоқ деп кім айтады саған соны? Енді жоқ болса, по факту не істейсің сен ғой? Кеңістік жоқ деп айтады, уақыт жоқ деп айтады, бірақ ештеңе жоқ дегенді айтпайды ол жерде. Уақыт, кеңістік дегендер күллі әлем жаратқаннан кейін басталды ғой. Алла үшін уақыт жүрмейді ғой. Бір әңгімеге не қыласыңдар да ше, Құдай деген нәрсені сен уақыт жүрмейтінін қаяқтан алдың енді? В общем, уақыт, сағат, секунд, минут Алланың алдында жүрмейді. Кеңістік жаратылғаннан кейін барып уақыт деген нәрсе жүреді. Жақсы, мен саған былай түсіндірейін. Құдай уақытқа бағынбайды ғой сенің түсінігің, солай ма? Мына әлемдегі уақытқа жоқ бағынбайды. Жақсы, бағынбайды. Онда сен дұға жасаған кезде Құдай сенің дұғаңа қашан жауап береді? Жауап бермеуі де мүмкін ғой, өзі біледі ғой. Дұғаңды ести ма? Иә. Қашан естиді? Мысалы, пример түсініп не нәрсеге алып жатқанын, бірақ мен картонның ішіне тышқан салсам, тышқанды мен өзім көріп тұрамын ғой, ол жерде өзім ғана алып шығамын оны. Сол сияқты ғой. Бұл жерде ол көрмей тұрады, мен қашан алып шығатынын тышқан, бірақ мен ғана көріп тұрамын. Сол сияқты ғой. Жоқ, сенің дұғаңды, ол уақытқа бағынбайтын болса, сенің дұғаңды қай уақытта естиді ол?
Сен жоқ кезде істеймін. Анау да бағынып тұрған жоқ қой, карбоннан мен қашан шығарамын, сол кезде шығар. Сол сияқты мен өзім шығарамын. Жоқ, сен дұға еткен моментте ести ма, жоқ әлде сен жоқ кезде сенің дұғаңды ести ма? Құдіреті шексіз болса, қашан естігісі еді, сол кезде естиді ғой. Жақсы, құдіреті жоқ болса, сен жоқ кезде сенің дұғаңды ести алады, солай ма? Құдіреті жоқ болса? Құдіреті шексіз болса сенің құдайың, сен жоқ кезде сенің дұғаңды естиді, солай ма? Менің жоқ кезде? Мен жоқ болсам қалай естиді ол? Бағына ма екен уақытқа? Жоқ, енді мен жоқ болсам по факту қалай естиді? Вот сен дұрыс қой енді, көрдің ба? Сен сондықтан да ол уақытқа бағынуға мәжбүр сенің дұғаңды есту үшін. Әлемнің ішіндемін ғой, өйткені мен қазір дұрыс, сол әлемнің ішіндегі саған бағынуға мәжбүр, өйткені Құдай сен жоқ кезде сенің дұғаңды ести алмайды ғой. Әлемнің ішінде емес, әлемнің ішінде бар болсам мен дейтін, естиді ғой дейтін. Дұрыс қой, сен дұғаңды жасаған моментте естімей ма ол? Дұғаңды жасап болған соң немесе жасап тастағаннан кейін, немесе ал жасамай тұрып сен жоқ кезде ести алмайды ғой Құдай. Сол уақытқа бағынуға мәжбүр ғой ол. Ана бір нәрсемен мәжбүрлікке алып келмейсің ғой сен оны деген. Енді сен Құдай сен жоқ кезде сенің дұғаңды ести ала ма? Қызығы, мен жоқ кезде, мен жоқ болсам қалай естиді ол дейтін, мен жоқ. Дұрыс, енді сенің дұғаңды есту үшін Құдай сен бар моментті таңдауға мәжбүр ма? Сен мәжбүрлікпен алып келмейсің ғой, қалау демейсің ба, қалау деген. Мәжбүр болмаса ол сен жоқ кезде де ести беретін еді ғой, ол амал жоқ болып тұр ғой. Мысалы, мен саған бір затты беру үшін, мысалы бір жерде кездесіп екеуміз затты беретін болсақ, мен сен күтуге мәжбүрмін. Сен келмей тұрып, мен саған ол затты бере алмаймын, сен жоқсың ол жерде. Иә, дұрыс айтасың. Тура сол сияқты сенің Құдайыңды, сенің дұғаңды есту үшін сол моментке түсуге мәжбүр, өйткені сен келуің керек сол жерде, дұға істеуің керек. Дұрыс айтасың. Мына кеңістіктегі правилалар, сен мені күтуің деген сияқты правилалар Аллаға жүрмейді. Осы жерде жоқ, жүрмейді. Жүрмесе ол сенің дұғаңды естімейді болды онда. Қалай жәннатта да Алла тағаланы көреміз дейді, біз бірақ кеңістіксіз көре алмайсың. Көре алмайсың ол Құдайды. Неге көре алмайсың? Ол материя емес қой сенің. Енді қара, сен жәннатта осы көзіңмен барасың ба? Осы жерде қара, біз дейтін көлемсіз, кейіпсіз, Алла қалаған күйде көреміз дейді, бірақ жәннатта сен осы денеңмен тіріліп барасың ба? Біз денемізді тірілткенде, Алла тағала жәннатта кіргізгенде, ол өзі қалаған күйде кіргізеді бізді. Яғни денемізді көре ме, душамыз көре ме, көз көре ме, өзі Алла біледі оны. Біздің жаратқан көзімізбен көре алмаймыз оны, Алланы. Сен жалпы исламдағы түсініктен хабарың бар ма? Ислам бойынша адам денесімен кіре ма, жәннатқа денесімен кіре ма? Абу Ханифа Матруди ақидасында біз көзбен деп айтпаймыз, көзбен демейміз. Өйткені жүрекпен де көреді Алла адам деген. Өйткені Алла тағала көз деген құрал ғой, тек қана ми обрабатывать етеді. По сути көз көрмейді, негізі ми ғой көріп отқан. Сол сияқты жәннатта көзде емес, мида емес, жүректе емес, басқа нәрсемен көру мүмкін Алла тағаланы. Яғни жүрекпен деген сияқты. Сен ол жаққа барған кезде ешқандай образы жоқ нәрсені, жәннаттың ішінде жоқ нәрсені көресің ба сонда? Вот, пожалуйста, міне, құдірет шексіз деп соны айтады. Жәннаттың ішінде жоқ нәрсені көресің ба деймін? Енді құдірет шексіз болса, бар сенің миыңа сыймайтын нәрсені сыйғызады ғой, өйткені ол дейтін сенің миыңа сыймайды ол нәрсе. Сонда бұл сендердің жаңағы тесіктерді жабу үшін ойлап тапқан нелерің ба, тактикаларың ба? Даже тесіктерді жабу үшін десең да, даже если солай деп допускать етсең да, жауып тұрма ол по факту. Жақсы, сен құдіреті бір жерде бар, бір жерде жоқ болып жатыр, байқап жатсың ба? Ашып айтпайшы, маған түсінбей тұрмын пока. Сен жаңағы уақытқа келген кезде ол құдіретінен айырылып қалды, көрдің ба? Мына әлемде дұға жаңа не айтқанда ма? Шексіз құдіретінен ол жерде айырылып қалды. Енді мына жерде сен оған типа мынандай, бұл жерде былай ғой, текст алдымен жүреді да, оны ұйқастыру содан кейін жүреді. Проблема осы да сендерде. Яғни белгілі бір нәрсе ұйқаспайтын болса, сендер оны бір құдіретке бірдеңесіне жабасыңдар да, ары қарай ұйқастырып жібере саласыңдар. Бірақ оны ұйқастырайын десеңдер, басқа нәрселерінде қарсы шығады. Сендерде негізі
талас бар исламда сендерде, иә? Ол көзбен көреміз ба, көзбен көрмейміз ба, мына көзбен барамыз ба, бармаймыз ба деген. Иә. Өйткені енді адам ғұлама қателеседі, адам қателеседі. 100 жылдан кейін ғұлама басқаша айтуы мүмкін, көзбен деп айтуы мүмкін. 120 жылдан кейін адам айтуы мүмкін, жүрекпен көреді екен, оказывается деп. Атеисттер де қателесіп отыр, сол сияқты ғой. Нәпсі емес па? Сипаты жоқ нәрсені көреміз десе, в общем. Сен примерно түсіндің ғой, бірақ. Сіз примерно түсіндіңіз ғой, бірақ, короче. Сипаты жоқ нәрсені көресің, бірақ не көріп тұрғаныңды да білмейсің сол кезде. Енді құдірет шексіз болғасын, сен санаңа сыймайды да, біздің адам Алланы қалай көреді. Біреулер отырмайды ғой бір жерде, мысалы, отырған жоқ көрмейсің. Түсінікті, короче. Құдіреті шексіз, оның құдіреті шексіз екенін сендер қақтан білдіңдер? Мысалы бар ма оның құдіретінің шексіз екенін? Енді бұл әлемді жарату үшін Алла тағала құдіреті шексіз болу керек қой. Неге? Өйткені мынандай әлемді жаратуға құдіреті шекті Құдай жарата алмайды мынандай нені. Әлемді жаратуға қабілеті жететін, бірақ одан ары қабілеті жетпейтін болуы мүмкін ба? Мүмкін емес. Неге? Өйткені енді тозақ, жәннат дегендер бар ғой мысалы. Жарайды, сен переселять еткен нәрсенің бәрін жаратуға күші жетеді, бірақ одан ары қарай ол құдіреті бітіп қалады деген возможность бар ма? Егер де ол Құдай абсолюттік бір Құдай болса, ондайға бармайтын сияқты, ондайға күші жетпейді. Неге бармайды? Сен егер көріп тұрған нәрсемен соның құдіреті осыны жасауға жетті дегенге қорытынды шығарсаң, шексіз деп қорытынды шығаруға болмайды ол жерде? Мынандай анекдот айтайын да саған. Баяғыда бір бандиттермен машинамен келе жатты да, бір атамен соғыл қапты ша, Жигулимен келатқан атамен. Сөйтіпті де ана жерде ата шығыпты да, ой балаларым кешіріңдер, мына жерде аналардың жібі қымбат екен. Сосын тұрыпты да ана көкелер, сен шал қазір біз сен көзін құртамыз, не мына машина деген қанша тұрады білесің ба, үйіңді бәрін тартып аламыз деген ғой. Сол кезде шал тұрыпты да, тұра тұрыңдар, қазір менде бір қызық нәрсе бар депті. Сөйтіп машинасына барып не алып шығыпты да, шам алып шығыпты да, шамды үйкелегеннен кейін ішінен жын шықты да. Сосын жынға айтыпты, жын, шайпай дайындап жүрші депті. Жын деген ана машинаның артындағы багажникке шайпай дайындап дастархан жайып тастаған ғой. Ана бандиттер көріп шок болғанда, ё-майо, болды братан, ата мынаның бәрі керек емес, бізге мынаны беріңізші, қанша сұрайсыз үстінен деген. Сөйтіп жаңағы машинаның ақшасын төлемейтін болған, үстінен тағы бір 10 мың доллар берген. Сөйтіп жаңағы нені жынды алып кетіп қалған ғой, құмыраға салып, құмыра болған жаңағы несіне салып, шамына салып. Сөйтіп жаңағы бандиттер ананы салып болғанда үйге барған, жаңағы қуанып кетіп үйге барып нені оқаласа, шамды оқаласа жын шығады дейді. Так, жынға айтқан ғой, жын, давай бізге бүкіл әлемнің байлығын берші десе, мен только шайпай дайындай аламын деп. Сол сияқты болуы да мүмкін да, сендердің айтып отқандарың. Мына әлемді жаратады деген ол шексіз құдірет дегенді білдірмейді да, мүмкін ол только сол әлемді ғана жаратуға шамасы келетін шығар, одан артқа құдіреті жоқ шығар. Сіздерге бірақ я ожидал что-то большего деген әйел адам сияқты сипатты тұрсыздар деп ойламайсыздар ма өздеріңізде? Енді сенің айтып отқан дүниең айтып отырмын, жасағанның өзі ол бірдеңе ол дәлелденбеген еще. Жаңағы әлем жасады, бүйтті сөйтті, ешқайсысы дәлелденбеген. Тек қана сендердің сөздеріңе негізделгеннің өзінде ғана ол қисын ары қарай байланыспай тұр ғой. Жақсы, сонда да сендер то, что вы ожидаете, әйелдің сипатына ұқсап тұр деп ойламайсыздар ма кейде? То, что вы всегда ожидаете больше. Құдай сендердің алдына келіп тұру керек, мен құдаймын деу керек. Құдайларынан ештеңе де ожидать етпейміз ол. Сендердің құдайларынан ештеңе де ожидать етпейміз. Құрсын қаншама атеисттер айтады ғой, құдай бар болса қайда келсін де алдыма деп. На самом деле ғұламаға тән сипат емес қой ол айтып отқаны. Если ол точно атеист ғұлама болса. Енді қарашы, шексіз құдіреті бар Құдайың келе алмай ма екен не алдына? Зачем оған барып, если сен сенімнің арасына кіріп тұр, кірмей кетсең? Оның барып бармайтынын сен шешпейсің ғой, ол барамын ма? Бірақ сенімге кірмей кетеді ол өзі. Көріп тұрса көрген нәрсеге сенетін болды. Көрсе не өзгереді? Көрмеу керек қой. В этом-то емес изюминка. Неге көрмеу керек? Неге көру керек? Көрсе сенесің да мысалы. Сен мысалы сезім деген нәрселерді сен ұстап тұрған. Құдайды көріп сеніп кеттің, одан не өзгереді? Көрмей сенесің, көрмей. Жоқ, көріп сенсең не өзгереді? Нечестно ғой, ойлап қараңызшы. Әділ деген сипаты бар ғой, Алланың әділ дейтін сипаты. Бәріне көрмей сенер еді, бірақ бір-екеуіне барады, исключение жасап салады. Жоқ, бәріне көрмей салсын, бәріміз көріп сенейік, ал не өзгереді оның?
не өзгеретінін айтайын ба саған? Ол жерде бізде айтқан жоқ па пайғамбарымыз таудың ар жағында не болса маған сенесіңдер ме? Иә сенеміз. Сол сияқты. Не өзгеретінін айтайын, қара. Не өзгеретінін айтайын. Сенің құдайың басқаларға, мен сенің бар деген идеяңды алып келсең, сенің құдайың басқаларға көріне алмайды. Ол себебі өзінің бәрін білетіндігімен өзін өзі неге жаңағы қақпанға түсіріп алған. Неге? Себебі сенің құдайың қазір бәріне көріне алмайды. Егер бәріне көрініп қоятын болса, немесе барлық адамға жақсы болуға мүмкіндік беріп қоятын болса, ол тозақты босқа жаратқан болып қалады да. Сондықтан да ол тозақты босқа жаратқан болмас үшін адамдарды жаңағы оларға көріну деген нәрселерден айырылып қалған вариантына. Түсініп тұрсың ба? Иә, примерно түсініп тұрмын, иә. Иә, сенің құдайың бәрін білу арқылы өзін өзі қақпанға түсіріп қояды ғой. Бәрін білу деген нәрсе, мысалы, сенің құдайыңның бәрін білуі оның құдайыңның таңдауын алып қояды, білесің бе осыны? Иә, мен примерно түсініп тұрмын сіздің айтып отқаныңызды. Но мысалы, құдайда таңдау жоқ. Өйткені ол келесін не істейтінін біледі. Не істейтінін біліп тұрғандықтан ода бірақ жолмен жүреді да, сенің құдайыңда таңдау жоқ болып қалады. Қараңыз, тозақ, мысалы, бізге қорқыныш немесе жәннат мотивация емес қой шынайы мұсылманға. Сіздер өйтесіз, постоянно айтасыздар, то что жәннатқа хор қызынан етеді, мотивировать етеді, тағы бірдеңе деп. Тоже қателесіп жатсыздар ол жерде мысалы. Келіспеймін. Айтыңыз ол. Сендер не үшін сонда тозаққа кетсем де кете берем деп Аллаға құлшылық істеп жүрсіңдер ме? Жақсы жауап берейін. Мұсылманның ең үлкен мотивациясы просто Раббысының разылығын көру. Жәннаттағы кайфушия емес. Жоқ, разылық дегенде неден байқалады ол разылық? Разылық деген өзінің берген әміріне мойынсұнған адамды айтады ғой. Жоқ, неден байқалады енді ол разылық? Разылық деген бір нәрседен байқалу керек қой. Сен сабап атып саған разымын деп айтпайтын шығар? Мысалы бар ғой. Мысалы мынаны істе, мынаны істеме. Жақсылықтан жоқ, жарайды, сен істеме деген істемедің. Алдына бардың, Құдай саған разымын деп құр сөзбен айтып тозаққа лақтырып жібере ме? Жоқ та. Енді оны разылығын неден күтіп жүрсің сен оны? Біз разылығы оның Раббысының дидарын көру ғой. Бүткіл мұсылман мақсаты. Сонда жүзін көрсетіп тозаққа лақтырып жүрсе нормально ма сендерге? Ондай жасамайды ғой, әділ қолмен мана айттым ғой. Сендерге керегі жоқ қой жәннаттың, оны жүзін көрсетіп тозаққа лақтырып жүретін бәрін. Даже если так, даже допустим, сондайға шейін барайықшы, даже допустим, но это же не говорит о том, что мы же хотели жәннат по идее деп айтып тұрмайды ғой мұсылман адам. Иә, мы же хотели жәннат деп айта алмайсыңдар, сөйтесіңдер да, бізбен бірге тозақта жүресіңдер. Вот именно, ол Құдайдың өзінің қалауы, сен Раббысы әділ болса, ол өзінің дидарын көрсеткеннен кейін қалай жәннатқа лақтырады? Бәсе үміттерің бар екен ғой, сендер айтпай үміттенесіңдер да, иә. Даже если так, ол жерде қай жеріміз жаман болады, ал айтшы. Айтпай үміттенесіңдер. Өтірік айтып тұрсың ғой. Енді соның өзінде қай жеріміз жаман болады, мысалы, сен балаңды шақырасың, кәмпит беремін деп, кәмпитке үміттеніп келе жатыр ма, или сен әкең болғасын келе жатыр ма? Конечно, екеуіне де келе жатыр ол. Ол ананда мынанда таңдап отқан жоқ, бірақ не прочь, если сен оған кәмпитті берсең по факту. Бермесең ештеңе етпей ма? Ештеңе етпейді, так не етеді. Сонда баламды кәмпит беремін деп шақырып алып, бір шапалақ беріп қайта жүрсем мен жақсы әкем. Сілей қатты әлі асырасыз жүреді. Жоқ, ол мен түрімді көрді ғой, әкесінің түрін көрді, бір шапалағын алды кетті. Жақсы әкемін ба? Жоқ та. Құдайың жақсы ма сонда? Енді ол әділ деген сипатқа сай емес та, бірақ сіздікі сай емес болып қалады да. Қалай екеуі бір әрекет істеп тұр ғой? Енді сен дейтін ұрып тұрсың ғой кәмпит берудің орнына, ол дұрыс емес қой. Тозақ деген ұру емес па сендер сонда? Ол салмайды ғой тозаққа, ол әділ деген несіне қарсы шығып кетеді. Салып жүрсе де нормально деп отырсың ғой сен. Салмайды, вот мен біліп тұрмын ғой что салмайтынын, если ол әділ деген сипатқа қарсы шығып кетсе. Құдайдың не істейтінін де білетін болып тұрсың да. Енді сен андай темаға келіп тұрсың да, Құдай тас жаратады да көтере алмайды, тас жарата ала ма деген сияқты. Ол андай Құдайдың не істейтінін біліп тұрсың ба сен? Қарсы шығып кетеді ғой өзінің мудрый дейтін сипатына қарсы шығып кетеді, если көтере алмайтын жарататын болса ол қандай Құдай ол дейтін? Құдай өзінің сипаттарына, сол сипаттарына бағынушы ғой сонда. Ол әділ. Бір нәрсені ұстанушы болса, Құдай өзінің әділмін деп айта ала ма, мысалы? Құдай өзінің әділмін деп айта ала ма? Сен бір принциптерді ұстанушы болсаң, сен оған бағынушы болмайсың ғой? Құдай өзінің әділмін деп айта ма? Айтады. Бірақ әділеттілікті оның әділеттілік өлшемдері қандай? Сен білесің бе оны? Бөлек біздің емес мейралада жоқ. Демек, оның сен әділетсіздік деп есептейтін нәрселер оның көз алдында немесе оның алдында әділдік болуы да мүмкін ба? Болуы да мүмкін, иә. Ондай жағдайда сен оны әділетсіз деп айта алмайсың ғой жаңағы сөздеріңмен.
Жоқ, саған әділетсіз болып жаңағы айтқан жаңа саған қалай көрінген маңызды емес қой. Ол сен жаңағыдай былай болады, короче. Құдай сені шақырады, жүзін көрсетеді да тозаққа лақтырып жібереді. Сен сосын ойбай, Құдай сен әділ едің ғой деген кезде, менің әділдігім мен сенің әділдігің бірдей емес дейді. Аузыңды жабасың. Енді мүлікке соныкі емес пе? Балдардың бәрі қиналып жатыр, Палестина өртеніп жатыр, Газадағы адамдар өліп жатыр, бірақ олардың үмметтің хайырлылары. Ну енді мен оған қарап тұрып Алладан ол туралы айтып отқан жоқпын мен саған. Ондай емес пе? Мен саған сен биттің ғой жаңа. Ол мені жүзін көрсетіп тозаққа жібермейді, өйткені ол әділ деп атсың ғой. Сол сенің түсінігіңдегі әділеттілікпен солай болады екен деп сене берме. Ол сені солай жүзін көрсетіп тозаққа лақтырып жіберсе де әділ болуы мүмкін өзінің түсінігінде. Білмейсің Құдайдың түсінігінде әділдік не екен. В каком-то веке дұрыс айтып тұрсың, в каком. Иә, барлық мұсылмандарды, мысалы барлық мұсылмандарды тозаққа салып жіберіп, барлық жамандарды жәннатқа салып жіберсе де, сен ештеңе айта алмайсың. Өйткені ол әділдік, соның көзқарасындағы әділдік сол шығар. Кейбір жерлерінде бірақ айтты ғой, ешкім күнә жасамаса, мен ол қауымды өртеп жіберемін деп, басқа қауымсыз айтып едім, күнә жасайтын деп. Ол жерден қалай аласың мысалы? Ол енді таза жауыздық қой былай алғанда. Вот жауыздық деп аласың. А оның мериласында оған күнә жасайтын емес, тәубе ететін құлдар керек болады оған. Пожалуйста. Иә, қанғы мен ол біздің түсінікпен айтып отырмын да жалпы. Вот, а сіздердің түсініктер ограниченный қате болуы мүмкін, ограниченный қате да болуы мүмкін. Онда сендер бүйтіп айтыңдар қара. Онда сендер бізге Құдай мейірімді деп айтпаңдар. Өйткені сендер бізге Құдайдың мейірімі мен әділдігін ол адамның мысалымен түсіндіргілерің келеді да, сөйтіп бізді алдап кетулерің мүмкін да сендер. Базар. Сіздер жоқ, мысалы қарашы, сен бізге бүйтіп мысал қара, сен бізге былай деп уәде бердің. Ертең сен исламға кірсең, сен Аллаға сенсең, Алланың жүзін көресің, ол саған жәннат береді деп сен бізді алдадың дедік та. Сен өз түсінігіңмен мейірімділік деген, әділдік деген түсінігіңмен сен бізге солай айттың дініңді насихаттап. Біз соған жарайды деп сеніп кірдік. И ақыр соңында барған кезде ол бізді алады да, тозаққа лақтырып жібереді да, әділдік деген менің көзімше осы дейді. Саған барсақ сен айтасың, ойбу, мен өз көзімше әділеттілік осы деп ойлап қаптым деп айтасың да. Сонда не болады? Сол кезде сен бізді алдап кеткен боласың ғой. Жоқ, сіз неге әділдіктің бір 20% түсініп алдың, түсінбей қалғандарыңа 80% бәрін жоққа ашпашы адам шошты. Немене түрін ашып? Басылып кетіп отырмын. Әділдіктің, мейірімнің 100%-ық әділдік, 100%-ық мейірімнің 20%-ын түсінбей қалғанға неге бәрі 20% емес, тотальный өзгеріс болып жатыр ғой ол жерде. Біз саған сеніп Алланың әділі мен мейірімдігі деген сенің сипаттауыңа сеніп біз жәннатқа барамыз деп барғанда тозаққа кетіп отырсақ, қалай ол 20% болады ол? Түбегейлі қадап тұрсың ғой сен бізді. Олай болмаса ше, шынымен де кіріп кетсеші жәннатқа. Сен сонда бізбен лотерея ойнап тұрсың ба дініңмен? Сен лотерея ойнап тұрсың, сенің оның жоқтығыңмен. Кіріп кетсеші саған. Сен сияқты 1000 адам келеді алдымызға, мысалы 1000 дінін алып. Әрқайсысының артыңа еріпті жүре беруіміз керек па дайындау? Енді ізденеді ғой, ізденеді қарайды. Өміріміз басқа, сонда өмір сүруге уақыт қалмайды ғой сендердің құдайларың бәріне табынып жүрсек. И то бір құдай, мысалы сенің құдайыңнан құтыламын, сенің құдайыңа жағамын деп жүрген кезде басқа құдайлар ренжіп қалады мысалы. Олар шықпаса не істейміз ертең? Қарайсың ба, сверец етесің бұнан ой, сверец еткен жерде сен сияқты олар да өтірік тебетін шығар құлақтан өз түсініктерімен бірдеңені алып. Ой Алла. Қайсысыңа сенеміз сонда? Ал бәріңе дайындаламыз десек, біреуіңе дайындалсақ, біреуіңнің құдайыңа жақпаймыз. Бір өмір сүріп бірдеңе істемейміз ғой, сендердің құдайларыңа жағу үшін жүреміз ғой, сөйтіп артына секіріп. Ақ дейтін, қараны қара дейтін де қарайсың ғой, сен жақсыны жақсы, жаман жаман дейтінді. Бәрің сөйтіп алдап тұрсыңдар ғой. Қой жоқ, мысалы педофилдерді жақтайтын мысалы дін бар ма? Бар ғой сендерде, ё-моё. Вот, дұрыс емес болуы мүмкін бе? Дұрыс емес. Сенің дініңіз Мұхаммед хиджаб деген 6 жаста алған мойындайды ғой, білесің бе? 6 жас емес қой, айтпашы. Мұхаммед хиджаб мойындайды ғой, мен саған аудиосын да қойып беремін, даже видеосын да. Айшаның 9 жасында алған хиджаб мойындайды ол. Жоқ, қателеспе. Мынау деген, сосын қойып берсем, сен мойындайсың ба? Сіздер дейтін айтылған ғой, 6 жас деп, 9 жас деп, 10-19 жаста қыздар айтқан деп. Хиджабтың соны мойындайтынын мен білемін, мен көргенмін. Хиджаб солай айтқан болса қазір мойындайсың ба, естесің оны? Сіздер дейтін, как будто бір тек қана бір хиджабқа қарап түзеліп отқан адам сияқты айтып отыр. Сен ғой соны айтып отқан, бағана бері ойбай айтып бір кездері дұрыс айтады да, бір кездері қателесуі мүмкін ба адам? Иә, мүмкін. Ол 6 жас емес, ол 9 жас емес, 19 жас болған. Просто оны 9 жас деп айтатын болған арабтардың салтында. Кішкентай қызды кетіп жатса, примерно 9 жастағы қыз деп айтатын болған. Өтірікті соқпа.
Сен сондай дінде жүрмейін деп қоясың, сенің дінің сондай болып шықса да бітті ғой, не істейсің? Қораға ғой дейсің ғой да. Қорағы. Жақсы, дарбал. Былай, Ойланып іздеп